Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше балықтан жасалатын кие салатын әзірлейтін боламыз. Бізге балықтың филесі керек. Осылай видеодағыдай етіп ұзыншалап турап алатын боламыз. Менде 400 грамм филе. Осылай турап алдым барлығын. Содан кейін маған бір бас пияз керек болады. Пиязды да осылай ұзыншалап турап, балықтың үстіне салып, үстіне 2 ас қасық 70% уксусты құятын боламын. Қызыл бұрышымды салып, жақсылап араластырып, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа бетін жауып қойып қоятын боламын. Мұнда уксустың дәмі білінбейтін болады, еш уайымдамасаңыздар болады. Сініп жұмсартып, дәмін ерекше ететін болады. Балығымыз маринадталғанша дейін сәбізге кірісетін боламын. Менде 4 штук сәбіз. Сәбізді теркадан өткізіп, үстіне тұз салатын боламын. Менде кристаллики тұзы өте ерекше дәм беретін болады. Және де приправасын салып, қызыл бұрышты салып, үстіне чеснок саламын. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Маринадталған балығымызды салып, үстіне қыздырылған майымызды құйып, жақсылап араластырып, ұсына берсеңіз болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғанмен Айдана.